Баршаңызға сәлем достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода математика пәнінен өзіңді тексер, яғни осы үлкен тарау бойынша өткен білімімізді тексеретін тақырып. Бұл бізде математика пәні 112 сабақ 2 сынып. Менімен бірге видеоны бірге тамашалайық. Бұл сабақта мақсатыңа жеттің бе дейді, яғни осы үлкен тарауды аяқтадық. Енді осы тарауда қандай білім алдың? Мысалы, сендер өздеріңе осындай сұрақ қоюларың керек. Қосудың ауыстырымдылық, терімділік қасиеттерін, көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін тиімді есептеулер жүргізу үшін қолдануды үйрендім. Яғни осы нәрсені сендер үйренулерің керек болған. Осы тарауды оқу барысында 2 және одан да көп арифметикалық амалдан тұратын жақшалы және жақшасыз берілген әріпті санды өрнектерді салыстыруды. Бұны біз бірнеше видео бойы қайталадық. Бірнеше видеода бірнеше рет дәл осы айтылған дүниеге байланысты есептер шығардық. Санды өрнектер, әріпті өрнектерді салыстыру, санды өрнектерді салыстыру, жақшасы өрнектер, жақшалы өрнектерді, осының барлығын салыстыруды үйрендік. 2 немесе 3 арифметикалық амалдан тұратын жақшалы және жақшасыз өрнектердің мәнін табу. Міне дәл осы тақырып соңғы кездердегі шыққан видеоларды қарайтын болсаңдар, дәл осы тақырыпқа байланысты өрнектердегі амалдарды қолдану, яғни бірнеше арифметикалық амалдан тұратын өрнекке амал қолдану, яғни оны шығару, қай амалдан кейін қай амал орындалады, бірінші қай амал орындалады, осыған байланысты есептер өте көп шығардық. Амалдардың орындалу ретін анықтауды үйрендім. Міне осының барлығын, егер сендер осы тарауды жақсылап оқыған болсаңдар, менің видеоларымды жақсылап қараған болсаңдар, және ол видеолардағы материалды тек қана көшіріп қана отырмай, оны түсінуге тырысып, әр есептің қалай шыққанын түсінуге тырыссаңдар, балалар, соны түсініп, өздерің дәл сондай есепті шығарып, үйреніп көрген болсаңдар, сендер бұл үлкен тарау бойынша мақсатыма жеттім деп айта аласыңдар. Енді осы тараудың қорытындысын шығару үшін қазір әрғартай есептерді шығарамыз. Бірінші білу кезеңі. Бұл жерде көбейту мен бөлуге берілген өзара байланысты мысалдар 4-тігін құрастыр. Бұл өте оңай. Балалар, енді осы видеода мен сендерге толығымен дайын материалды бермеймін. Себебі бұл енді шынайы болсын, бұл енді әділ болсын. Мен сендерге осы уақытқа дейін барлық видеодан нақты, анық көрсетіп, әр есептің шығарылу жолын көрсетіп, оған мысалдар келтіре отырып, оған түсіндіріп, нақты, толық шығарылуымен бірге сендерге көрсеткен болсам, осы жерде мен сендерге тек қана үлгісін көрсетем. Яғни қараңдар, көбейту мен бөлуге берілген өзара байланысты мысалдар 4-тігін құрастыр дегенде, мен мынаны 4 көбейту 3 деген осы қатарын шығарып көрсетем сендерге. Сендер екінші қатарын өздерің шығарасыңдар. Себебі бұл мен үшін емес, бұл сендер үшін жасалған дүние болғандықтан сендер өз-өздеріңді тексеріп көрулерің керек. Мен өз-өзімді тексер алам, мен өз-өзімнің білімімді сараптай алам, өзіме өзім қорытынды шығара аламын. Мысалы, нені білем, нені білмеймін деген сияқты. Ал енді сендер дәл сол сияқты өздеріңе қорытынды жасауларың керек. Мысалы, мен сендерге міне бірінші қатарын көрсетем, сендер екінші қатарын дәл соған менің әрбір сөзімді мұқият тыңдап отырып, екінші қатарын жасау сендерге өте оңай болады. Сондықтан, балалар, бүгінгі видео өте қызық видео болайын деп тұр. Соңына дейін асықпай тамашалаңдар. Қараңдар, көбейту мен бөлуге берілген өзара байланысты мысалдар 4-тігі дегеніміз не? Ол 4 қатардан тұратын мысалдар. Енді қараңдар, мысалы, ол кез келген мысалды, кез келген көбейту амалы берілген өрнекті біз содан 4 құрастыра аламыз. Ол қалай? Мысалы, 4 көбейту 3. Бұның орнында 5 көбейту 2, 3 көбейту 6, 7 көбейту 8, кез келген көбейту амалы, көбейту өрнегі болуы мүмкін. Енді қараңдар, бұл жерде 4 көбейту 3, 4 пен 3-тің көбейтіндісі ол бізде 12-ге тең.
Енді қараңдар, екінші жолға біз не жазамыз? Екінші жолға көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін жазамыз. Көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті. Ол үшін көбейткіштердің орнын ауыстырғаннан көбейтіндінің мәні өзгермейді деген ережеге сәйкес көбейткіштердің орнын ауыстырамыз. Яғни мына жерде 4 көбейту 3 болса, енді екінші қатарға 3 көбейту 4-ті жазамыз. Ол да 12, яғни жаңағы ережені айтып тұрмын. Көбейткіштердің орнын ауыстырғаннан көбейтіндінің мәні өзгермейді. Енді қараңдар, үшінші қатарға не істейміз? Көбейту мен бөлу өзара кері амалдар деген ережені еске түсіреміз. Көбейту мен бөлу өзара кері амалдар. Яғни қараңдар, көбейтіндінің мәнін бірінші көбейткішке бөлсек, екінші көбейткіш шығады. Көбейтіндінің мәнін екінші көбейткішке бөлсек, бірінші көбейткіш шығады деген ереже. Міне қараңдар, 12-ні 3-ке бөлеміз. Міне қараңдар, көбейтіндінің мәнін екінші көбейткішке бөлгенде бірінші көбейткіш шықты. Көбейтіндінің мәнін бірінші көбейткішке бөлгенде екінші көбейткіш шықты. Көрдіңдер ма балалар? Өте оңай. Екінші қатарды өздерің орындайсыңдар. Егер сендерге қиындық тудырып жатса, комментарийға жазып кетулеріңе болады. Қай жерін түсінбеген болсаңдар. Есеп өте оңай. Білу кезеңі бұл ең оңай кезең. Ары қарай кеттік. Келесі кезең балалар, бұл түсіну кезеңі. Енді қараңдар, бұл жерде де мен екі өрнек есеп берілген. Мен біріншісін ғана шығарамын, екіншісін өздерің шығарасыңдар. Бұл жерде де амалдардың орындалу ретін белгіле дейді. Бұл жерде тек қана белгілеп кету ғана емес, есептің мәнін де шығарып көрген дұрыс. Енді қараңдар, амалдардың орындалу реті дегеніміз, біз осы соңғы видеоларды менімен бірге қарап отырған болсаңдар, үзбей, біз өте көп есептер шығардық амалдардың орындалу ретіне байланысты. Тіптен әрбір видеода осыған байланысты есептер борылды. Егер осы тақырыпты түсінбесеңдер, қайтадан қарап шығуларыңа болады. Енді қараңдар, амалдардың орындалу реті дегеніміз не? Қайтадан ережесін қайталап өтемін. Қараңдар, кез келген өрнекте егер жақша болатын болса, ол өрнекте жақша тұрған амал бірінші орындалады. Ол көбейту болсын, қосу болсын, азайту болсын, қай амал бірінші тұрса да, жақша бірінші орындалады. Жақшадан кейін көбейту мен бөлу амалының қайсысы бірінші тұр, сол орындалады. Олар орындалып болғаннан кейін қосу мен азайту амалының қайсысы бірінші тұр, сол амал орындалады. Түсінікті ме? Қараңдар, 40 бөлінген 5, қосу 12 бөлінген 4. Міне осы өрнекте қай амал бірінші орындалады? Міне бұл жерде 40 көбейту 5 амалы бірінші орындалады, себебі ол бірінші тұр. Бұл жерде ешқандай жақша жоқ. Бірінші тұрған амал, көбейту мен бөлудің қайсысы бірінші тұрса, сол орындалады. Ретімен деген сөзге назар аударыңдар деген. Ретімен. Яғни міне ретімен бірінші бөлу тұр, бөлу орындалады. Екінші амал 12-ні 4-ке бөлеміз. Бұл бізде екінші амал болады. Үшінші амал, екеуінен шыққан санды қосамыз. Бұл үшінші амал болады. Көрдіңдер ма балалар? Енді тең болады 11-ге екен. Енді бұл өте түсінікті деп ойлаймын сендерге барынша. Енді екінші өрнекті өздерің орындайсыңдар. Түсініксіз болса қайтадан қайталап айтам, комментарийға жазып кетсеңдер болады. Бұл бізде түсіну кезеңі болатын. Келесі кезең балалар бізде қолдану кезеңі. Енді есепті өрнек түрінде жазып, оны шығар. Бұл жерде есеп берілген, бұл енді байқасаңдар балалар қиындай түсіп жатыр, бізге жаңағы тапсырмалар қиындай түсіп жатыр. Есеп деген ол әрқашан қиын, ол кез келген балаға қиын. Ол тіптен 5-ке таза 5-ке оқитын баланың өзіне қиындық тудыруы мүмкін есеп деген. Себебі математикада есепті орындау, яғни есеп шартын құрып шығару, бұл ең қиын есептерге жатады, күрделі тапсырмаға жатады. Енді қараңдар, бұл жерде берілген есептің шартын құру керек. Мен шартын құрып берем, сендер теңдігін өздерің жазасыңдар. Шартын құрудың өзін, өрнегін құрып берем, теңдігін өздерің жасасыңдар. Бірақ бұл жерде бізге шартын құр деп жазылмаған, тек қана өрнек жаз деп тұр. Яғни біз өрнегін ғана жазамыз, ал бірақ мен сендерге қазір ол өрнек қалай шықты, қалай жазылды мен түсіндіріп көрсетемін, айтып беремін. Қараңдар, бір орамда 16 метр сым темір бар, бір орамда. Ал екіншісінде одан 4 есе
кем деген сөзге назар аударамыз. Есе кем 16-дан 4 есе кем бізге, яғни екінші орамдағы белгісіз болып тұр. Екінші орамдағы, яғни біз 16-ны 4-ке бөлу арқылы екінші орамдағы қанша метр сым темір бар екенін білуіміз керек. Екінші орамда қараңдар, міне 16-ны 4-ке бөліп аламыз. Бірінші есе кем деген. Сол кезде бізге мына екінші орамда қанша метр сым темір бар, сол шығады. Сосын тағы екінші сұрағы бар бұл есептің. Екі орамда барлығы неше сым темір бар? Екі орамда. Енді қараңдар, бірінші орамда 16 метр сым темір, бұл бізге белгілі болып тұр. Екінші орамда 16-ны 4-ке бөлеміз, 4 метр. Яғни екінші орамдағын біз өзіміз таптық, 4 метр. Енді қараңдар, енді осы 16 мен 4-ті бір-біріне қосуымыз керек біз. Сол кезде барлығы шығады. Арғартай өздерің есептеңдер. Міне, мен сендерге бұл қай сан қай жерден шықты, не үшін жазылып тұр, мен сендерге түсіндіріп өттім. Енді өздерің арғартай мәнін жазыңдар. Жақсы, келесі бұл бізде талдау. Бұл енді қолданудан да кішкене күрделірек, бірақ бұл жерде біз талдау дегенді айтамыз. Енді қараңдар, бұл жерде де қараңдар, мен бір әріпті өрнекті салыстыруды, бір санды өрнекті салыстыруды сендерге көрсетемін. Ал қалғанын өздерің жасайсыңдар. Қараңдар, бірінші жолда 25 қосу 5 пен 5-тің бөліндісі. Бірінші жағы, екінші жағы 25-ке 5-тің қосындысын бөлеміз 5-ке деп тұр. Бұл жерде салыстырамыз. Бірінші 25 қосу 5 бөлінген 5 деген жағы артық екен. Міне, енді арғартай келесі санды өрнектер жазылып тұрған салыстыруды өздерің орындайсыңдар. Енді бұл жерде соңғы екі жолы, бұл жерде әріпті өрнек. Әріпті өрнекті қалай салыстырамыз дедім. Егер ол екі жағындағы сандарға қараймыз біріншіден, егер бірдей амал болса, мысалы бірінші қараңдар, с қосу 3, с көбейту 3, с көбейту 4 деп тұр. Енді қараңдар, мен бұл жерде екі жағында да көбейту амалы тұр, бірақ мен сандарына назар аударам. Мысалы кез келген 1 деген санды 3-ке көбейтсек, 3-тің өзі шығады. 1 деген санды 4-ке көбейтсек 4 шығады. Яғни қай жақ басым, қай жақтағы сан басым, сол жақ артық болады екен, бұндай жерде. Ал басқа жерде мен сендерге алдыңғы видеоларда үйреткенмін. Қосу, азайту амалдары болатын болса, егер қосу мен азайту амал болса, онда қосу амал жақ артық болады. Себебі қосқан сайын ол көбейеді, азайтқан сайын ол азаяды екен. Көбейту мен бөлуде көбейту амал жағы басымдау болады екен. Жақсы, бұл түсінікті деп ойлаймын. Арғартай бұны өздерің есептейсіңдер. Келесі жинақтау бөлімі. Енді жинақтау кезінде қараңдар, есепті санды деректермен толықтырып, оны шығар дейді. Бұндай есеп мен сендерге алдыңғы бағана бір тапсырмада мен сендерге есептің шартын, өрнегін құрастырып бердім. Енді бұл жерде өте оңай. Тура сол сияқты өздерің шығарасыңдар. Бір бумада 5 көкшар бар, бірінші бумада. Екінші бумада қызыл шар одан 3 есе артық. 3 есе артық болса көбейтеміз. 5-ті 3-ке көбейтіп аламыз. Міне мен ауызша айтып тұрмын сендерге. 5-ті 3-ке көбейтіп аламыз, сол кезде қызыл шардың саны шығады. 15, яғни 5-ті. Бір бумада 5 көкшар бар, ал қызыл шар одан 3 есе артық. Яғни көріндер ме, 5 қана көкшар болса, қызыл шар 15 деген сөз. Енді 15-ке 5-ті қосамыз, 20, бумада барлығы неше шар бар екені шығады. Көрдіңдер ме? Өте оңай. Енді осыны өздерің жазып көріңдер. Бір өрнекпен жазып көріңдер. Келесі бағалау. Балалар, бұл енді ең соңғысы. Бұл жерде қатесін түзет дейді. Міне қараңдар, қатесін қалай түзетесіңдер. Міне толығымен жазасыңдар. Екі жағында да екі қатарды да кәдімгі мұғалім сияқты осы жерде қай жерде қате кетті, соны тексересіңдер. Мысалы 35-ті 5-ке бөлеміз. 35 пен 5-тің бөліндісі ол 7. Ол дұрыс. Бұл жер дұрыс. Енді қараңдар, 24-ті 4-ке бөлген кезде 7 бола ма, болмай ма балалар? Дұрыс емес. Бұл қате. Міне көріндер ме? Бұл жерде қате бар.
яғни сендерге тегінен тегін қатесін түседі деп тұрған жоқ, яғни бұл жерде қате шыққан өрнектер бар. Бұл 6 болады, міне енді ары қаратай өздерің жалғастырасыңдар, ары қаратай келесі есептерді өздерің жалғастырасыңдар. Балалар, міне бүгінгі видео осымен аяқталып жатыр. Енді қараңдар, бүгінгі видеода сендерге барлығы шынайы болсын деп мен әдейі есептерді тек қана түсіндіріп өттім, 1-2 мысалын көрсетіп өттім сендерге. Ары қаратай өздерің орындаңдар. Себебі ешкім алдаудың қажеті жоқ, өз-өзімізді алдаудың қажеті жоқ, дайын нәрсені көшіріп отыра бергеннен ешқандай бізге пайда болмайды. Сендерге де білім керек өздеріңе. Бұның барлығын мен білемін, ал бұл білім ең алдымен сендерге керек. Сендерге үйренулерің керек. Сендер тегінен тегін мектепте оқып отырған жоқсыңдар. Сондықтан сендерге жалпы біліп, осының бәрін үйренсін деген оймен, қызығып, көрсін, осылай шығаруды өзі талпынсын деген оймен бүгінгі видеоны сендерге осындай форматта жасадым. Сендерге видео ұнады деген ойдамын. Сендер ақылды болып, осы видеодағы тапсырмаларды барлығын 5-ке орындайды деген ойдамын. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңдар және менің каналыма тіркеліп, үнемі менімен бірге болуды ұмытпаңдар.